Қытай Халық Республикасында бақылап басқару мекемесінде жұмыс істедім. Осы жаққа қоныс аударғаннан кейін екінші балада ойламаған тағдырым үшін кесел пайда болды. 2012-ден бастап қатты нагрузка алдым, операция жасауға тура келді. Жаным қалғаннан кейін мүмкін осы күнде болады екен деп жарық дүниені жақсы көрдім. Өмірімді арғытай құштарлыққа қуандым, өйткені бәрі тілеуімді тілеп, туыс-туғандар, ақ халатты абзал жандар, бірінші әуелі Алладан кейін сол кісілер жанымды алып қалғаныма қуандым. Аға, мынау міне Саялы микрорайон ғой. Осы жақта Рыскүл деген апамыз тұрады ғой. Есіңізде ғой, айтып едік қой сізге. Сол керемет бір семья. Семья болғанда өзі екі баласы күйеуі қараласпай кеткен. Сөйтіп қазіргі таңда енді мына үй тегін тұрып жатыр, бірақ жағдай қиын аға. Үшеу мүгедек болып кеткен. Есіңізде ме, сізге таңдап едік қой осы семьяларды. Ешқан негізі шеттен келген ағайындарға жәрдем ұйымдастыру негізгі борышымыз ғой. Сондықтан бір Инстаграмда хэштег ойлап табу керек. Сол хэштег арқылы көп адамдардың оларға жәрдемдесуіне мүмкіншілік туындайды. Сол нәрсені ұйымдастыру. Жақсы. Адамның күні адаммен ғой апа. Біз енді бұл тәтемізді естіп жүрміз. Сосын енді ет жүрегіміз елжірейді. Алла сабыр берсін. Мал қыздарын өсіріп отыр. Арғы беттен келіп, сабыр қылып, елдің әйтеуір санын көбейтіп, сапасын көбейтуге үлес қосып жатыр. Біз де бір-бірімізді қуантайық деп. Әйтеуір осындай бір жабыққан кезде жоқ болып кетпейік деп, бүгін бір өзіміздің сый-сияпатымызбен, қоржын-қонышымызбенен келіп, сіздердің алдарыңызда бір ағалық, бауырлық бір міндетімізді атқарып кетейік деп келдік. Береке қоры бар, садақа қоры бар, грант медеу қоры бар. Соларменен бірлесіп, жігіттерге оғындырып, түсіндіріп, жағдайды сезіндіріп, арғы беттен келген. Мүмкін күйеулері Қытайда абақтыда жатқан шығар, мүмкін о жақта қиналып жатқан шығар. Міне осылардың осы жақта жәутеңдеп отқан отбасылары бір қараусыз қалмасын деген ниетпенен 30 семьяны іздеп тауып, солардың ай сайынғы ішіп жемі, дастарханы, қандай бір ұсақ-түйек шығындары бар, солардың бәрін жауып отыруға келісіп, бүгін мінекей сол шаруаны бастап кеттік. Інім мен мамам үшеуміз бақытты болсақ деймін. Мама ауыр заттарды көтермеңіз, өзім келген соң жөндеймін, чайыңызды ішіп демалып жата беріңіз деймін. Біз балалардың өзін назардан тыс қалдырып жатқан жоқпыз. Балалардың өзіне мына салиқалы ұрпақ грант медеу қорларымен бірігіп отырып, робототехниканың оқуларын оқыту, программированы оқыту, басқа да заманауи қандай қажетті бір оқып алатын мүмкіншіліктері бар. Сол нәрсенің бәрін ұйымдастырып, балаларды сондай оқумен де қамтамасыз етуге шешім қабылдап жатырмыз. Ал аға, енді пәтерлерді көріп қайтайық бар. Ал Бағдаш бауырына құтты болсын, берекелі шаңырағына қош келдік. Қалай жатыр жұмыстарыңыз? Құдайға шүкір. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұқтаж отбасыларға. Мұқтаж отбасылар осында тегін тұрады. Иә, тегін тұрады. Тегін тұрады. Коммуналдық ғана төлейді. Мәселе тегін тұрғындағы адам емес, олармен жұмыс жасаймыз ғой. Балалармен, Балалармен, отбасына, отбасымен, сабақтарына көмектесесіздер ме? Сосын енді сіздердің бағдарлама бойынша біз отандастарды күтеміз. Жақсы, біз мінекей қазір бағдарлама дайындап жатырмыз. Сол бойынша адамдарға алып келеміз. Өте жақсы салынған екен. Біз осыған қуанып отырмыз. Қазақтың жолы қай кезден де дұрыс болған екен. Қазақ айтады, қарға басып жейді, сұңқар шашып жейді дейді. Өзі адамның
игілік келген кезде сол игілікті бөліскен сайын ол бір балалайды, көбейе береді. Бір қозы дүниеге келсе, түп жусанның басы айыр шығады дейді, шөптің басы айыр шығады дейді. Тура сол секілді. Сондықтан қазіргі уақытта қазаққа ең қажетті нәрсе, жалпы менің жағдайым төмендеу болса да, менен де төмен біреуге көмектесейінші десе, одан жоғары біреуді Құдай оған қарайластырып қояды. Кез келген адам жақсылыққа тәрбиеленумен келеді. Қазірде 1000 миллион дүниелері қаңтарылып тұрған адамдар көп-ақ, қайда жұмсарын, неге жұмсарын білмей жүрген. Ойында жоқ, өзге адамға жәрдемдесейінші деген ойда түспеген адамдар бар. Себебі қатты қиналып жатқан адамның жағдайын көбінде адам басына түспейінше сезбейді. Тіптен кейбір адамдар басына түссе де сезбей өтуі мүмкін. Сондықтан мына шеттен келіп жатқан, осы елге келіп, әртүрлі бір қиындыққа душар болып жатқан адамдарға жәрдемдесу ол біздің негізгі борышымыз, негізгі міндетіміз. Қазір мына береке қоры бар, садақа қоры бар, салиқалы ұрпақ, грант медеу қоры бар. Жұмыстармен танысқаннан кейін көңілім толды. Сол қорларменен бірігіп, жаңа челлендж бастап жатырмыз. Қарайлас деген, әсіресе мынау елдің аял алақанында жүрген, жұрттың батасына бөленіп жүрген өнер жұлдыздарын, айтыскер ақындарды, кәсіпкер, елім, жерім деп жүрген бауырларды осы бастаманы қолдауға шақырамын. Әсіресе арғы беттен келген, елдің ішіне келіп, әртүрлі проблемаға душар болып қиналып отырған, немесе күйеуі шекараның ар жағында қалып кетіп, асыраушысынан айырылып арқа сүйер адам болмай жүрген отбасыларға барынша қамқорлығымызды танытуға тырысайық. Сіздер де ары қарай жалғастырсаңыздар, мархамат ағайын.